Қоғамдағы өткір әлеуметтік мәселелердің шешімі енді электронды портал арқылы шешімін табады. Бүгін Дін істері және азаматтық қоғам министрлігінде талқыланған атамекен ішкі бағдарламасы тұжырымдамасының жобасының мақсаты осындай. Бағдарлама елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласында берген тапсырмасына сәйкес әзірленіп жатыр. Бас қосуда үш негізгі жоба қарастырды. Олардың негізгі мақсаты өңірлердің көкейкесті қажеттіліктерін анықтау, проблемаларын шешу және азаматтық бастамалардың таландыру. Жоба мазмұнына қатысты өз ұсыныстары мен ескертулерін үкіметтік емес ұйымдар мен сарапшылық қауымдастық өкілдері жасады. Жоспар бойынша тұжырымдама жобасы жыл соңына дейін әзірленеді. Азаматтардың өз туған жеріне, туған ауылына, туған қаласына, жалпы туған еліне деген сүйіспеншілігін өзінің нақты бастамаларымен білдіру. Оның ішінде түрлі әлеуметтік жобалар ұсыну мүмкін. Ел өңірлердегі әртүрлі мәселелердің шешу жолдарын ұсыну мүмкін, жоба ретінде ұсыну мүмкін, немесе ұсыныс ретінде беру мүмкін. Оны арнайы интернет портал арқылы жүйелендіріп, жүзеге асыру мүмкіндіктерін туғызу.